Ассаламу алейкум ардақты ағайын. Баршаларыңызды келе жатқан ең бір керемет мерекені мен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мереке енді бір қуанышпен, бір өкінішке толы мереке. Соңғы қоңырау. Биылғы жыл соңғы қоңырау 23 мамырға келіп жатыр. Енді барлық қалаларда, ауылда, барлық жерде. Қуаныштысы балалардың балалық шақтан есейетін шаққа, ересектік шаққа, бой жеткендікке ауысады, мектеппен қоштасады дегендей. Ата-аналар да бұған қуанады, барын салады әлбетте. Сондықтан бұл керемет қуанышты мереке. Ал енді бір өкініштісі, осы мерекеде қаншама қуаныштың арты өкінішке, қайғыға ұласып жатады. Өйткені эмоцияға беріліп кетеді. Балалар бір өздерін ересек сезінгісі келетін сәттер, енді әлбетте оны түсінеміз, бірақ соның арты қайғылы оқиғаға барып жатады. Сондай қайғылы оқиға бармас үшін барлық ата-аналар, бауырлар, барлық қауіпсіздік шараны сақтасаңыздар. Мереке кездерінде мына көлікте жүру, көлік жалдап, арендаға алып, білмеймін, лимузин, неше түрлі көліктер алып, оның терезелерінен бас денені шығарып, люктардан шығып, неше түрлі оқыс қылықтар жасау, бұл енді шынымен де бір жағынан өте қауіпті, екінші жағынан қазір заңмен тыйым салынған. Білесіздер, көлік жүргізушісіне 10 айлық мерзім көрсеткішінде штраф, айыппұл салынады. Сондықтан бұл сәтте өте сақ болған дұрыс деп ойлаймын. Барлығын, өйткені сіз бен біздің амандығымыз, отбасының амандығы барлығына маңызды. Сондықтан мерекені шынайы қуанышпен атап өтіңіздер, бірақ артық оқыс қылықтарға бармаңыздар дейміз. Бұны тек қана біз ғана емес, барлық полиция департаменті барлығы ескертуде. Енді әсіресе өзімнің осы туып өскен жерінде Түркістан облысы Түлкібас ауданы барлық оқушылар, ата-аналар барлықтарыңызды осы бір сақтық шараларды сақтасаңыздар дейміз.